Аузубиллахиминашшайтанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді жаратушы Жаббар иеміз Алланың атымен бастаймыз. Біздің каналымызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап. Сапар намазы қалай оқылады? Жалпы ислам шариғатында қандай да бір адам сапарда болатын болса, оған намаздарында жеңілдіктер болады. Ең біріншісі, мынау таң намаздан бастасақ, таң намазы екі ракағат парыз оқылады, екі ракағат сүннет. Яғни таң намазы өзінің қалпында қалады. Түсінікті, иә? Енді бесін намазы қалай болады? Бесін намазда бізде 4 ракағат парыздар 2 ракағатқа қысқартылады сапарда болған кезде. Ал сүннет намаздарын адам егер уақыты болып жатса оқиды, уақыты болмай жатса, ұзақ сапарда немесе жолда тез кіріп шығып намаз оқу керек жағдайлар болатын болса, онда сүннет намаздарын оқымай қойса шариғатымызда болады. Тек қана таң намазының сүннеті оқылуы керек. Яғни бесін намазға қамат айтасыз, 2 ракағат бесін намазының парызын, яғни сапардағы парызын оқисыз, болды. Сонымен адамның мойнынан бесін намазы түсіріледі. Екінді намазы қалай болады? Екінді намазда 2 ракағат парыз болады, ақшам намазы 3 ракағат парыз, ол 3 ракағат болғандықтан оны қысқарту мүмкін емес. Ал құптан намазына келер болса, құптан намазына 2 ракағат парыз оқылады, және де 3 ракағат үтір уәжіп намазы оқылады. Ал енді қандай да бір жағдайда сіз алыс қаладасыз, Өскеменнен Алматыға бардыңыз, немесе басқа қалада жүрсіз, үйде боссыз, бірақ сапардасыз. Ондай жағдайларда парыз қысқартылып оқылады, уақытыңыз жетіп жатса, онда сүннеттерді де толық оқыған абзал болып есептелінеді. Аллах Тағала естіп білгенімізге амал істеуге нәсіп етсін. Оқып жатқан намаздарыңыз қабыл болсын.